Сәлем баршаңызға. Бүгін зебра пирог дайындайтын боламын. Тез әрі оңай жасалынады және миксерсіз дайындалады. Бізге ең алдымен ұнды илегіштен өткіземіз. Илегіш болмаса сүзгімен өткізсеңіз болады. Ұнымыздың үстіне бір чайник қасық разрыхитель саламыз, аз-маз тұз және секер саламыз. Венчикпен араластырамыз. Араласып тұрған ұнымызды бір шетке қойып, енді сұйықтығымызды дайындаймыз. Жаңа ыдысқа 3 жұмыртқа саламыз және 150 мл сүт құямыз. Венчикпен араластырамыз. Венчик болмаса, вилкамен араластырсаңыз болады. Араласып болған массамыздың үстіне ерітілген сармай құямыз. Ыстық сармай құймаймыз, жылығаннан кейін барып құямыз. Дайын болған сұйықтығымызды ұнымыздың үстіне құйып араластырамыз. 1-2 минуттай араластырамыз ұнымыз ерігенше. Дайын болды. Енді какаомызды дайындаймыз. 30 мл сүт құямыз. Үстінен какао саламыз. Араластырамыз. Дайын болғаннан кейін какаомыздың үстіне ақ массамызды 3 қасықтай саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болғаннан кейін екеуіне ас қасық салып, формамызды осылай дайындалып аламыз. Формамыздың үстіне осылай дәл видеодағыдай құясыздар үсті-үстіне. Осылай дайын болғаннан кейін зубочисткамен де осылай жасайсыздар. градуста 30 минуттай пісіріп аламыз пирогымызды. Дайын болды, ас болсын. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қалам. Рахмет.